Сәлем достар. Бұл пияздың қабығы. Пияздың қабығы түрлі ауруларға ем екенін білесіз бе? Егер білмесеңіз, видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сонымен бірге каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Пияз қабығының қайнатпасы қандай ауруға ем? Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрнынан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бар екені белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естідіңіз бе? Егер сізге таңсық тақырып болса, онда осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Видеоны көрмес бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Бұл видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдімін. Пияздың қабығы Е, В, С, ПП дәрумендеріне, сонымен бірге калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементтеріне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин сынды заттардың арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады, әрі жасартады. Жүрек қан тамырлар ауруының алдын алады. Еркектік қуатты арттырады. Иммунитетті нығайтады. Рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруын емдейді. Шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді. Қақырықты түсіреді. Несеп жолдарының жұмысын реттейді. Терідегі безеу және басқа да жаралардың тезірек жазылуына септігін тигізеді. Қалай емдейді? Жүрек қан тамырлар жүйесін қуаттандырады. Қанның ұюын болдырмайды. Жараның тез жазылуына септігін тигізеді. Жүрек қағысын реттейді. Асқазан ас қорыту жолдарының жұмысын қалпына келтіреді. Ағзадағы шырышты шығарады. Артық сұйықтықтан арылтады. Әрі бүйрек ауруының алдын алады. Қан айналымын реттейді. Варикоз, геморрой, белсіздік ауруларын айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді. Инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауққа қарсы шипа. Сонымен қатар қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршақтануды, терінің сезімталдылығы мен тегістігін емдейді. Бұлшық еттегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатады. Қайраттандырады, қуаттандырады, әрі жылтыратады. Емдік ерітіндіні қалай дайындаймыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стақан суға салып, отқа қоясыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай дайындап ішіңіз. 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты саласыз. 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттейді, сіңірдің тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығасыз, суық тигізуден сақтанасыз, тәбетіңіз артып, қан тамырларды тазалайды. Ал холестериннен құтылып, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стақан араққа саласыз. 1 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майын қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдайсыз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын және
жарты ас қасық бақбақ тамырын және жарты ас қасық мың жапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып 150 мл ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емдеу мерзімі 10 күн.